Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде математикалық рубрика. Ал кеттік. 25 санның тең жартысы. 25 сан. 12,5. Ең үлкен екі таңба алсаң. 39. Бір сағатта қанша минут бар? 60. 2-ның 2 дәрежесі. 90-63-ге бөлгенде. 38. Ең кіші жай сан. 2. 6 бұрыштың төбесінің саны. 6. Бөлшектің басқаша тауы. 2 2 килограмм артық па, әлде 2 грамм артық? 1 километрдің басқаша тауы. Қазақстанның қазіргі астанасы. 17 мен 3-тің ең кіші ортақ есебі. 7-ның ең кіші бөлгіші. 19-ның тең жартысы. 2 центнер неше килограмм? Бүгін қаңтардың нешесі? 17. 6 қоя неше аяғы бар? 5-тен бір артық па, әлде 6-тан бір артық па? Орта Азиядан шыққан ұлы математик. 50 санының 2-тен бір бөлігі. 5. 50 санының 2-тен бір бөлігі. Біздің ауылдың аты. Россияның қазіргі президенті. 5-тен 2 қандай бөлшек? Жарты ғасыр неше жыл? 3 қоянда неше құлақ бар? 6. Адам аттары не үшін бар? Адам аттары не үшін бар? Сіздерге сұрақ, адам аттары не үшін құлайды? Қызыл теңізге ақ орамал салса не болады? Су болады. Бұл санда қанша әріп болса, сонша сан бар. 100. Дұрыс емес па? 100. Адам тамақ пісіргенде қазанға бірінші не салады? Көз. Патша қайтыс болса, баласы кім болады? 7. Қай айда 28 күн бар? Мені ешкім түсінбейді, неге? Қандай бөшкеге су көп кетеді? Кесік. Біздікі болғанмен басқалардың көп Есік. Тауық бір аяғымен тұрса 3 килограмм, екі аяғымен тұрса 3 килограмм. Осымен біздің математикалық рубрикамыз аяқталды. Келесі кездескенше Сау болыңыздар.